Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте оңай, дәмді болып шығатын красный бархат пирогын дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысқа ұнды, какаоны, қопсытқышты саламыз. Үстінен тоңазытқыштан шыққан салқын сары майды үккіштен өткіземіз. Арасында осылай ұнға батырып отырсаңыз, өткізу оңай болады. Болғаннан соң қолымызбен мыжғылап, сары май мен ұнды бір-біріне біріктіреміз. Енді бір жұмыртқаның үстінен қант және де салқын су, бояғышты қосып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз кішкене еруі қажет. Одан соң біздің құрғақ массамыздың үстінен салып қамыр илейміз. Қолымызбен жақсылап араластырып, біркелкі етіп, қамырымызды дайындап аламыз. Қамыр бізде қолға жабыспайтын болып шығады. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай болады. Одан соң салафанға салып, осылай орап, 15 минут 20 минут шамасындай тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді кремді дайындаймыз. Творожный сырға қантты немесе сахарный пудраны қосамыз. Жұмыртқаны салып, миксермен жақсылап біркелкі сұйық масса болғанша араластырамыз. Одан соң тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді дайын болған қамырды алып, екіге бөлеміз. Бірін үлкен, бірін кіші қыламыз. Үлкен бөлігін жайып шығамыз. Енді қажетті формамызды алып, осылай туралап шығатын боламыз. Мендегі форманың диаметрі 20-да 15. Жанындағы керек емес бөлшектерді алып тастаймыз. Олардан қамыр илеп, қайтадан оқтамен жайып шығамыз. Бұл бізде бортик жасау үшін қажет болады. Осылай тағы да жайып аламыз да кесіп шығамыз. Осылай жанына жабыстырамыз. Енді ішіне кремді құямыз. Барлық жеріне жеткізіп, орналастырамыз. Енді қалған қамырды үккіштен өткізіп, бетіне толықтай жеткізіп жауып шығамыз. 180 градуста 30-35 минут шамасында пісіреміз. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Толықтай суытып, сосын ғана кесетін боламыз. Тоңазытқышта кем дегенде 2 сағат уақыт тұруы қажет. Міне осындай өте әдемі болып шығады. Дастарханға қойғанға да өте керемет. Дәмі де өте жақсы болып шығады. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз. Видео рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.